Күнделікті өмірде бізге таныс әрі елемей жүретін кейбір нәрселер, шаң, гүл тозаны, тағам немесе дәрілер кей адамдар үшін күтпеген қиындықтар тудыруы мүмкін. Әсіресе жаздың келуімен соңғы кездері адам денсаулығында қолайсыздықтар туындауда. Бұл аллергия. Ол өзіміз ойлағаннан әлде қайда жиі кездеседі. Ендеше осы жайлы қарапайым тілмен сөйлесіп көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube қауым. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Сіздермен бірге болу біз үшін қуаныш. Арнаға жазылып, осы видеоны соңына дейін көріп шығуды ұмытпаңыз. Себебі алда сіз үшін пайдалы әрі маңызды мәліметтер бар. Бүгін біз көпшілікті алаңдататын, бірақ кейде дұрыс түсінілмей жататын аллергия тақырыбын қарастырамыз. Егер сізде немесе жақындарыңызда бөртпе, түшкіру, қышу немесе қандай да бір тағамға сезімталдық болса, бұл бейне сізге арналған. Бұл ақпаратты толық аяғына дейін тыңдаңыз, еш өкінбейсіз. Осыған бөлген уақытыңыз ең пайдалы білім әкеледі. Ендеше кеттік. Аллергия дегеніміз не? Соны ең қарапайым тілмен түсіндіріп көрейік. Аллергия бұл біздің ағзамыздың қорғану жүйесі, яғни иммунитет, зиянсыз нәрсені қауіп деп қабылдағандағы реакциясы. Мысалы, көпшілік үшін гүл тозаны, жай ғана ауадағы бөлшек. Бірақ аллергиясы бар адамның ағзасы оны жау ретінде қабылдап, қарсы тұра бастайды. Сөйтіп, мұрын бітеледі, көзі қышиды, жөтел пайда болады. Тағы бір мысал, жаңғақ немесе сүт. Көп адам оны қалыпты түрде жейді. Ал кейбір адамдар үшін бұл тағамдар аллергиялық реакция тудырады. Аллергияның туғызатын салдары көп. Біреуінде мұрнынан су ағады, көзі жасаурап, быршықтанады әрі қышиды. Екіншісінде тері қышиды, бөртіп кетеді. Үшіншісінде іш өтіп, асқазан бұзылады. Сөйтіп мазасыздық туады да жұмыс істеу, оқу, жаттау, ойлану мәселелерін қиындатады. Ең қауіптісі анафилаксия деп аталатын ауыр реакция. Бұл кезде адамға жедел жәрдем қажет болады. Анафилаксия бұл аллергияның ең ауыр түрі. Мұнда ағзада бірнеше жүйе, яғни тері, тыныс алу, қан айналым, ас қорыту жүйелері бірден зақымдалады. Бұл жағдай жедел жәрдем көмегін талап етеді. Өйткені адам тұншығып қалуы, қысымы күрт түсіп кетуі, есінен тануы мүмкін. Тіпті жедел жәрдем дер кезінде көрсетілмесе, өліп кетуі де мүмкін. Мысалы, жаңғақ, яғни кей адамдарда жаңғаққа аллергиясы болады. Ол адамдарға жаңғақ мүлдем жеуге болмайды. Және жиі болатын оқиға, құрамында жаңғақ бар нәрсені білмей жеп қалып, тез арада аллергияға реакция беріп, тамағы ісінеді де, кеңірдегі қысылып тұншығады. Осы кезде арнайы көмек көрсетілмесе, өкпеге ауа жетпей өліп кетуі мүмкін. Бірақ уайымдамаңыз. Аллергияны анықтауға және бақылауға болады. Дәрігерге барып, тексеруден өтіп, аллергеннен аулақ болу және арнайы дәрілер ішу бұл мәселені бақылауға ұстауға көмектеседі. Енді шамалы ғылыми тілде сөйлесек. Аллергия дегеніміз ағзаның иммундық жүйесінің әдетте зиянсыз заттарға, яғни аллергендерге шамадан тыс жауап беруі. Бұл заттар әдетте адамдарға зиян келтірмесе де, аллергиясы бар адамның ағзасы оларды қатерлі деп танып, қарсы реакция береді. Аллергендер дегеніміз аллергия туғызатын заттар. Мысалы, ең танымалдары шаң, гүл тозаны, кейбір тағамдар, дәрілер. Аллергия әр түрлі түрлерге бөлінеді. Бірінші, тағамдық аллергия, яғни сүт, жұмыртқа, балық, жаңғақ, бидай, соя, қарбыз және де цитрус өнімдері мен кейбір жемістер жегенде пайда болатын түрі. Екінші, тыныс жолы аллергиясы, яғни шаң, гүл тозаны, үй жануарының жүні әсерлерінен пайда болатын түрі. Үшінші, дәрі-дәрмектік аллергия, яғни антибиотиктер, анальгетиктер ішкенде не көзге тамызғанда пайда болатын түрі. Төртінші, тері аллергиясы, яғни сабын, косметика, латекс қолданғанда. Бесінші, жәндіктерге аллергия, ара сона шаққанда пайда болатын түрі. Және де балалардағы аллергия, жүйке тері тыныс жолы аурулары түрінде жиі кездеседі.
Жаңа тағамдарды абайлап беру керек, әсіресе 1 жасқа дейін. Аллергия кейде жасы ұлғайған сайын өздігінен жоғалуы мүмкін. Тағы бір жиі кездесетін ол маусымдық аллергия. Оны кейде гүл тозаңына және шөп қурағанда шаңына беретін аллергия немесе полиноз деп те атайды. Әсіресе көктем мен жаз мезгілінде ағаштар, шөптер мен гүлдер гүлдеген кезде ауада тозаң көбейеді. Ал аллергиясы бар адамдарда бұл кезде мынадай белгілер байқалады: түшкіру, мұрыннан су ағу, мұрын бітеліп, демалу қиындауы, көз қышып, жасаурауы, кейде тамақ жыбырлап, жөтел пайда болуы. Бұл жағдай адамның күнделікті өміріне кедергі келтіріп, ұйқы, жұмыс, оқу сапасын төмендетеді. Маусымдық аллергияны емдеуге және жеңілдетуге болады. Ол үшін гүл тозаңы көп уақытта таңертең және желді күндері сыртқа шықпау, үйдің терезесін жауып ұстау, сырттан келген соң бетті, көзді, мұрынды жуу, киімді ауыстыру, аллергологтан кеңес алып антигистаминдер ішу, қажет болса алдын ала ем бастау. Мысалы, маусым басталмай тұр 1-2 апта бұрын. Ең бастысы бұл дертті елемей жүре бермей, дер кезінде дәрігерге жүгіну. Себебі маусымдық аллергия уақыт өте келе созылмалы бронхит немесе астмаға айналуы мүмкін. Адамның аллергияға шалдыққанның негізгі белгілері мыналар: терідегі бөртпе, қызару, қышыну, мұрын бітелуі, түшкіру, көздің қызаруы, жөтел, демікпе, асқазан ішек бұзылыстары, ауыр түрі анафилаксия. Аллергияға шалдыққан адамның не нәрсеге аллергиясы барын анықтауға болады. Ол үшін тері сынамасын аламыз. Қандағы IgE, яғни иммуноглобулин Е антиденесін тексеру және элиминациялық тест жасау. Аллергияны емдеу жолдары өте көп. Біреулер қарапайым әдіспен не 1-2 дәрі түрлерін ішу арқылы емделіп кетіп жатса, кейбіреулері өте қиын процестен өту керек болады. Ең біріншісі аллергия туғызған аллергенмен байланысты үзу. Бұл дегеніміз, мысалы, қарбыз жегеннен кейін пайда болса, онда сізге қарбыз жеуге болмайды. Немесе маусымдық аллергия белгілі бір гүлдерге не шөптерге болады. Сондықтан осы уақытта басқа мекенге уақытша көшу керек. Яғни көктемде жусан гүлдегенде болатын немесе жазда жусан, ащы ермен, алабұта сияқты шөптер қурағанда осы шөптер өспейтін мекенге көшу. Көбінесе Көкшетау, Астана, Алматы, Талдықорған сияқты елді мекендерге қарай уақытша көшу аллергияны болдырмайды. Дәрілік ем: антигистаминдер, ларатадин, супрастин, цетрин сияқты дәрілер ішу. Көзге тамызатын тамшылар тамызу, стероидтар, эпинефрин ішу және де спецификалық иммунотерапиямен емделу. Аллергияға қарсы халық емін қолдануда абай болу керек. Халық емдері кейбір жеңіл жағдайларда көмектесуі мүмкін, бірақ дәрігер кеңесінсіз қолдану қауіпті болуы мүмкін. Халық медицинасында мынандай емдер бар: бал мен прополис иммунитетті арттыру арқылы емдеу, бірақ бал мен прополистің өзі де аллерген болып табылады. Сарымсақ, имбир, түймедақ, ит мұрын тұнбаларын ішу, қабынуға қарсы әсер. Көк шай ішу гистамин деңгейін төмендетеді. Қара зере майын ішу тыныс жолдары аллергиясына пайдалы және де қан алу, яғни хиджама жасау арқылы емделу. Әрине, бұның бәрі дәрігер кеңесімен болу керек. Аллергия айтып кеткеніміздей иммундық жүйенің бұзылған жауабы. Ол иммунитеттің әлсіздігі емес, керісінше артық белсенділігі себеп болады. Қалыпты иммундық жауапта ағза тек вирус, бактериямен күреседі. Ал аллергияда зиянсыз затқа қарсы шамадан тыс реакция береді. Құрметті көрермендер, осымен аллергия не екені түсінікті болған шығар. Және осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып пікір қалдыруды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Және сіздер әлі жазылмаған болсаңыздар, арнаға жазылып қойыңыздар. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Қош сау саламатта болайық. Денсаулықтарыңызды күтіңіз, ол сіздердің ең үлкен байлығыңыз.